Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нур Кезет. Достар, бүгін мен сіздерге керемет видео түсірмекшімін. Ол қандай видео десеңіздер, бүгін достар, қойдың етін қойларға жегізіп көретін боламыз достар. Олар жей ма, жемей ма? Мен ойымша жемен сияқты, өйткені оларда адамдар сияқты, адамдар бір-бірінің етін жемейді ғой енді. Ешқандай адам қойдың етін қойға ұсынып көрмеген шығар деп ойлаймын енді. Бүгін мен соны көрейін деп жатырмын. Неше түрлі заттарға, жемге болса жемге, суға болса суға, соларға алыстырып беріп көрейін деп жатырмын. Бірінші өзім беріп көремін, болмаса басқа заттарға алыстырып беретін боламын. Ал мына жақта бұзау. Достар, қазір мен осы кішкентай етті, қазір іште ешкі бар мына жақта. Соған ешкіге беріп көрейін деп жатырмын. Менің ойымша жемейді сияқты құрөзін екен, ет екен біледі ғой. Бұл ет кішкене қатып қалған, кішкене кептірілмеген етті беретін болса, олар бірден сезіп қояды. Ол сулы болып тұрады, әрине қан болып тұрады, сол себепті сезіп қояды. Ал мынаны онша сезбейді деп ойлаймын достар. Там ешкілер, міне біздің ешкілер. Жейсің ба? Өбе, шошып отыр ғой. Жейсің ба? Қалай қарайсың ешкі? Ол мына көп ешкі сияқты. Мына ешкілер жемейді сияқты достар. Әлде үлкен кусогын беріп көрейік па? Үлкен кусок. Давай, ауыз тий. Бірақ тістес, бір тісте. Давай, асап жеп. Мән ағаш жеп жатыр ғой, ет жесе, ет. Өзінің еті екен біліп тұрған шығар енді. Осы ойға беріп көрейік. О, мен иіскеп жатыр. Ну! Достар, шынымен де ет, өз етін өзі жоқ қой. Мәссаған. Қараңыздар, жеп жатыр әлі. Қандай қой мынау? Зомби қой ма? Кәдімгідей пытырлатып, шытырлатып жеп жатыр. Достар, мен мүлдем күтпедім бұлай жейді деп. Мен ұзақ уақыт жемей тұрған шығарды, басқа нәрсемен араластырып беретін шығармын деп тұрғам. Өздерінің достарының етін өздері жеп жатыр. Қалай сонда мұны? Мәссаған. Миға оңбайтын зат қой. Ешкілер кішкене қойлардың көрі ақылды. Мына жақта қозылар жүр. Осыларға беріп көреміз да. Қалтымда тағы да кішкентай ет бар. Соны беріп көрейік достар. Давай. Же. Мына келе жатыр, асық ба? Же. Қалды, бірақ бұл да жейтін сияқты. Достар, бұл мен вообще шок болып отырмын жерде. Мәссаған, мүмкін ба ол жеуі деп. Мен өзімді 1 сағат бойы қиналып жүрем ба деп едім. Изи жеп қойды ғой. Қазір достар, басқа да еттерді алып келейік, солар жегізіп көрейік достар. Осы қозылар да жейтін сияқты. Соларға да беріп көретін боламыз достар. Міне достар, біраз ет алып алдым, қойларға жегізіп көретіндей. Қазір осы қозыға жегізіп көрейік. Мүмкін жаңа кішкентай болған соң жемеген шығар. Давай. Өз етін өзіне жегізіп жатырмын. Давай, ауыз тимен жеп жатыр. Өмін. Не білек? 21 ғасырдың қозылары зомби болып кеткен ба? Мүмкін бұл біздің етіміз жейтін шығар. Бүттім деп санай. Ашын жалап қойып жейді екен, қойының еті екен біліп тұрып. Абей жеркем кетті анау, лоқсып жатыр. Достар, енді өзіміздің қойымызға беріп көрейік, міне. Ет жейтін қой. Мәт сұқылды. Қазір достар, міне. Міне, давай. Мынаның қой, малдың еті екен біліп қойды деймін. Өте аппетиті болмай қалды ғой. Бірақ ескеліп қоймайды. Достар, ет тұзды ет қой осы. Сол не тұз деп ойлап қалды деймін менің ойымша. Сол себепті жеп қойған сияқты. Бірақ анау ет пайлем, еттің дәмі сезілу керек қой. Достар, шок болдым кәдімгідей. Қойдың етін жеп жатыр. Мәссаған. Лақта жатыр. Мына лақтына ешкіге беріп көрем өтім. Түрі жегісі кеп тұрған шақты. Так, жесі. Чо там лақ? Қалай жағдай? Өбей шошты болдықлан. Екі чоп чорный лақ. Чорный лақ міне. Ағлақ. Сегіп қояды өздерінше. Лақтари. Соңғы рет жеш мені. Соңғы рет беріп тұр мені. Походу жемейтін сияқты. Жаңағыдан кейін уже жекем кеткен шығар. Сондай болды деймін. Бұзау. Міне бұзауға беріп көйік достар.
Давай, же бұл тұз. Бұл қарапайым тұз әшін. Же, спокойно, жесі. Тұз деймін, тұз. Бә. Же, доцаны. Достар, кім етті жақсы көреді, сол комментарға жазып кетіңіздер, достар. Мен ойымша Қазақстандағы барлық адам етті жақсы көреді. Тіпті қасқырларға дейін, жануарларға дейін, тіпті осындай бұзау мен ешкі қойларға дейін етті жақсы көреді. Тіпті наға дейін. Ах, мясо, как мы любим мясо. Ведь все мы любим мясо, поэтому теперь мы с вами будем его пить. Будем пить мы мясо, вместо воды и кваса. Не позволим мы бациллам организму навредить. Міне достар, қазір мынау жатқан сиырларға жаңағы етті беріп көрейік, еттің дәмін татқызайық. Давай, қалай қарайсың осыны әдемі етке? Қарайсың, очень дерзкий, мықты болып тұр. Дәмі күшті, жеп ал. Достар, бұл сиырлардың сезу қабілеті мықтырақ болады, содан ет екен біліп отырау деймін. Қойларыңқы онша қатты болмайды. Міне осы үлкен сиырға беріп көрейік. Ал вообще уже біліп алған сияқты. Енді не істейміз мына етті? Құрт тастағанша жылқыға берейік. Міне мынау тұр біздің жылқы. Че там, ет жегің келмей ма? Қазақстанда барлық адамдар ет жейді, барлық малдар жейді. Давай, же. Жесе жаңа қойдың өзі жеп қойды ғой, же. Мәжбүрлемей қойын. Бұлардың ес сезу қабілеті мықтырақ болады. Енді не істейміз онда? Осы етті жемесе, итке берейік. Пусинан. Не жатсың? Abi, не жатсың? Бә, ойнағысы кетті. Мен достар, бұрында осы бір тамақты, нанды лақтырған кезде біздің осы ит, пусина итіміз тосып алатын. Қазір тосып алама, соны көретін боламыз, достар. Міне ет. Міне. Тосып алып, әлі де қалпында екен біздің етіміз. Тағы да ет берейік, міне жаңа біраз ет алып шыққан ғой, қойлар көп жейтін шығар деп. Енді шөттің орнына ет береміз деп ойлағам негізі. Бірақ болмады. Сол үшін лучше итке берген дұрыс. Молодец мынау. Жақсы, әлі қалпында, әлі бабында. Жақсы кішкентай заттарды көреді. Біздің кішкентай ет. Ой. Міне. Осыны беріп көрейік, осы кішірек. Ас болсын. Мә кәдімгідей дерзкий жеп жатыр, секіріп, жерге түсірмей. Давай. Оппа. Молодец. Ес мақтап қоясың. Түсінетін шығар біздің тілімізде. Міне соңғысы, оппа. Все. Ай, пусина. Үкінан түрін қараңыздар. Надо. Достар, бүгінгі видеом аяқталып келе жатыр. Өздеріңізді ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мен өзім жаңа қойдың етін жеген кезде шок. Жаман таң қалып, не дейін білмей қалдым ғой. Жегізе алмай, біраз қиналам деп ойлағам негізі. Бірақ изи жегіш тастадық, достар. Достар, егерде осы экспериментім ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Және кесті бөлімде қандай видео күтесіздер, соны комментарияға жаза кетіңіздер, достар. Сіздермен бірге болған Нұр KZ. Сау болыңыздар.